Так, инстаграмда мына любой бір картинканы скачать ету керек компьютерге. Ол үшін менде мысалы қазір Firefox, любой картинканың үстіне бассаңыз болады, немесе сразу осы жерде F12-ні басасыз, немесе оң жақ мышканы басып исследовать дегенді басамыз. Мына жерде сол жақта мынандай бір бұрышта жоғарыда значок тұр осындай. Соны басамыз да көк болып жанады. Сосын любой бір картинканың үстіне алып келесіз и басасыз сол жақ мышканы. Сосын мынандай не шығады? Астында мынандай сөз керек бізге, дәл астында AAGV деген. Соны сол жағында мынаны не істейміз? Ашамыз, спойлер сияқты. Сосын жайлап түсіреміз и міне ссылка тұр уже. Соған оң жақ мышканы басып копировать адрес ссылки дегенді басамыз. Сосын плюсты басып мына жерге вставить етіп enter басамыз. Сіздің картинкаңыз міне тұр. Оны оң жақ мышканы басып сохранить изображение как деп сохранить етіп аламыз. Или үстіне любой бір ненің үстіне басып картинканың. Сосын барып сол жақтағы нені басып мына значокты. Сосын сол картинкаға алып келесіз ровно үстіне. Сосын сол жақ мышканы бірлет басасыз да мынандай не шығады, бірақ үстінде тұр міне. Астында сызықша AAGV деген. Соны спойлерді ашамыз и мына жерде жоғарыдағы ең бірінші соған мынаған жақын ссылка. Оң жақ мышканы басып копировать адрес. Firefox'та бұл Firefox, енді Chrome'да ол мынандай болады. Немесе пустой жерге оң жақ мышканы басып просмотреть код дегенді басамыз. Сосын то же самое сол жерде значок тұр, жаңа Firefox сияқты, сол жағында жоғарыда. Соны басамыз. Сосын любой бір картинканың үстіне басамыз. Сол жақ мышканы. Сосын AAGV деген тұр, міне. Скрывать етеміз, не спойлерді да. Ашамыз. Сосын жерде екі ссылка бар. Біреу міне, екіншісі міне. Со жоғарыдағысын осыны алу керек, жоғарыдағысын. Мынау міне. Соған екі рет бассаңыз, ішінде ашылып кетеді осындай. Белгіленіп кетеді. Соған оң жақ мышканы басып копировать дейміз. Сосын любой бір браузерді ашып enter басамыз. Осындай картинка. Оң жақ мышканы басып соған сохранить етіп аламыз. Мысалы, сохранить картинку как дегенді басамыз. Сөйтіп сохранить етіп аламыз картинканы. Немесе оңай способ бар. Ол любой бір картинканың үстіне басасыз. Онаған. Сосын жоғарыда адресный строкада копировать етіп аламыз ссылканы. Сосын Google'ға жазамыз. Скачать картинку Insta болды. Сосын любой біреуіне кіресіз. Мысалы, біріншісіне кіріп, мына жерге вставить етіп, жасылды басып, астында шығады. Міне шықты. И скачать web P деген жасыл кнопканы басамыз, скачать етіп кетеді.